мүмкін немесе методисттер, немесе директордың өзі, немесе тәрбие жөніндегі орынбасары, сол қызметкерлер кіреді, бірақ та бұл мектептің өз жаңағы құқығына берілген, яғни өздеріңіз өзара шешесіздер кім кіру керек екен бұл жүйеге, иә. Осы жүйеге қызметкерлер кіргізген кезінде, егер де сіздер психолог, методолог, мысалы директордың орынбасары, тәрбие жөніндегі осы мамандар кіретін болса, осы СОС оқушыдан келген СОС өтініштері, яғни осы қызметкерлерге келеді. Яғни осы СОС өтініші осы жүйе арқылы келеді, немесе және де email почталарыңыз бар ғой, өздеріңіздің жеке почталарыңыз, сол жеке почталарыңызға да келеді осы СОС батырмасының көмегі сұрау оқушылардан. Сіздер осы жүйеге кірген кезінде, мысалы қызметкерлер мен мұғалімдер, сіздер жаңа біз басында анықтама бөлімінің басында біз кірдік қой, мына жерде көріп тұрсыздар, иә, жаңа СОС хабарлама деп тұр. Яғни сіздерге мысалы бір сыныптың оқушысы сізге хабарлама жазған, осы жүйеге келген. Сіздер сонда осы жүйеге кірген кезде автоматты түрде осы басты бетте көресіздер. Яғни міне оқушысы жазған, маған көмек керек, маған үлкен класстың оқушысы тиісіп жатыр деп, мысалы, иә. Оны сіздер СОС батырмасына кіресіздер. Мына жерде өтініштер тізімі бізде берілген. Өтініштер тізімі, яғни сіздер көре аласыздар қанша оқушы сіздерге осы жүйе арқылы сіздерге көмек сұрады, иә, қай сыныптың оқушылары, барлық мағлұматты көре аласыздар. Сіздерде осындай жүйеде осылай берілген, барлық көру несін. Ал оқушыларда бұндай тізім берілмеген. Енді сіздер көресіздер, өтініштер тізімі барлығы жаңа жұмыс үстінде шешілді, иә. Енді жаңағы, мысалы, біз жаңа дегенге кірейік. Жаңа дегенге кіреміз, міне көріңіздер, иә, бізге жаңа бізге оқушы жазды. Ақшатын болсақ, бізде мысалы көре аласыздар, мысалы Абай Рахатұлы 1-ші А сыныбы осы жүйе арқылы сіздерге көмек сұрап отыр. Ол бала мына жерге фотосуретін де сала алады, аудиозаписті де қоя алады, және де жазба да қалдыра алады. Енді сіздер осы өтінішті қалай тағайындай аласыздар? Егер де осы жағдай өзіңіздің сыныпыңызда болып жатса, егер де сіз жаңағы мұғалім болсаңыз, сіз осы өтінішті өзіңізге тіркей аласыз. Яғни мен, мысалы, Абдиева Мөлдір, осы 1-ші А сыныбының жағдайға байланысты мен өзіме осы өтінішті өзіме тағайындай аламын. Растау батырмасын баса, міне жұмыс үстінде кірсе десеңіз, мына жерде уже маған жауапты өзіме тағайындадым. Содан кейін осымен ары қарай мен жұмыс істей беремін. Яғни осы баламен және де мен сіздерге осындай бір ұсынысым бар. Бұл жүйеге балаларды қалай біз дайындаймыз, иә, осы жүйеге қолдану керек екен, осы жүйемен қалай қолдану керек екен, яғни біз балалармен оқушыларға түсіндірген кезінде біз оқушыларға айту керекпіз деп сіздерге ұсынамыз. Яғни егер де сендер қандай да бір қиын жағдайға тап болсаңдар, іштегі айта алмай жатқан мәселелерің болса, осы жүйеге сендер жазсаңдар болады. Сендерге арнайы мамандар көмектеседі. Еш қорықпай қолдана берсеңдер болады деп сіздер осы оқушыларға түсіндірсеңіздер деп ұсынамыз. Яғни сіздер осы педагог мамансыздар ғой, енді өздеріңіз психологсыздар да, енді оқушының жаңағы нелерін, мысалы, мінез құлықтарын бәрін өздеріңіз білесіздер. Осы жағдайға байланысты сіздер оқушыларға дұрыс түсіндірсеңіздер, яғни біз осы жүйе арқылы яғни бір оқушының өмірін аман алып қалсақ, бұл яғни бізге үлкен нәтиже болып есептелінеді. Осы СОС батырмасы бойынша дауыстарыңызды өшіп қойсаңыздар. Осы СОС батырмасы бойынша осындай түсіндіру жұмыстары. Егер де сұрақтарыңыз болса, қазір біткеннен кейін сіздерге түсіндірем. Тағы да сұрақтарыңыз болса, енді оқушы ретінде сіздерге түсіндіріп өтейін. Оқушы бұл жүйемен қалай кіріп